Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біз міне ішкі жұмыстарын жасап жатырмыз. Мына жер, мынау гипкий мрамор, мынау гипсовый рейка. Мына жағы осындай колонна дейміз ба, гипспен. Осындай жасадық. Мына ТВЗ-нан осындай істедік. Бірақ әлі біткен жоқ, жұмыс процесс әлі жүріп жатыр. Потолокты бітіріп қойдық, тек краскасы ғана қалды потолок. Енді стенасын жасап жатырмыз. Мыналардың барлығын, мына гипстің барлығын өзім үйден құйып шығарып жатырмын. Мына жақта мындай да гипстер бар. Мына гипс мына жерде тұратын болады. Құдай қаласа оны да көресіздер. Гипсті өзіміз жалпы үйден міне құйып шығарып жатырмын. Үйден құйып, сразу осы жерге жабыстырып жатырмыз. Мыналар сынғандары, кеше қырыққанбыз. Мына жақтан құйып дайындап қойдық. Бұны енді залға жабыстырамыз. Залды да өлшеп қойдық, рамкасын. Потолоктан тек краска жұмыстары қалды. Рамкалерін сызып қойдық енді. Сіздерге көріне ме, көрінбей ме? Өлшеп араларын бәрін қанша метр керектігін. Ал мына жақтың залдың зор осындай болады. Мына жер жәлдегі гипс, рейковый гипс болады. Екі шетіне осындай рамка шығып, осылай жасалады. Мына гипс, рейка осы жабысады. Менен әлде алда видео күтіңіздер. Құдай қаласа тағы да пол бар, есік бар. Көптеген жұмыстардың барлығын салатын боламын. Мен жаңағыдегі қалыптар мынау үйден құйып шығарып жатырмыз. Мынаны өзім істегем, телефонды қалпын. Осыларға құйып жабыстырып жатырмыз. Жаңағы рейковый гипстің 3D панель. Мынау қалпы. Алматыдан алдырғам. Өзім барып алып келдім. Холдың потологында осы бір узор тұрады. Подсветка болып тұрады астында. Осындай жұмыстар жүріп жатыр. Сіздермен әлі бөлісетін боламын. Арнаға тіркеліп, алдағы тағы да көптеген видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңыздар. Әлі көптеген қызықты, пайдалы видеолар болады. Құрылысқа байланысты видеолар, идеялар салып отырамын. Мүмкін сізге бір пайдасы тиіп қалар.